Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздерге талқанның оңай жасалу жолын көрсеткім келеді. Формасын жақсы сақтап тұрады. Тез 5 минутта жасай қоясыздар. Өте дәмді болып шығады, өте керемет болып шығады. Ең оңай рецепт. Ол үшін ең алдымен талқанымызға шекерімізді саламыз және сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Біздің каналымызға тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар және комментарий, лайк баса кетіңіздер. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін талқанымызды формаларымызға саламыз. Мен осы кішкене бокалды қолдандым. Сонымен қатар қолмен де дөңгелекте формаларды да жасай берсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үйде формалар бар болса, формаларға да салып жасай бересіздер. Сонымен қатар осы талқанымыздың құрамына сүт қосып жіберсеңіздер де болады, болмаса сгущенка қосып жіберсеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Міне мен екі формадағы жасалу жолын көрсеттім. Сонымен қатар шоколадпен осылай әсемдесеңіздер де болады. Дәмі бір ерекше, әдемі болып шықты. Осылай қонақтарыңызға столдарыңызға қойып ұсына берсеңіздер болады. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.